Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер сіздермен бірге өте нәзік сметаник дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең керегі салқын сары майды ұнға араластырып крошка дайындаймыз. Крошканың үстіне қантты салып, одан соң разрыхитель, жұмыртқаны, шым тұз салып, 20%-дан жоғары қаймақ салып араластырып, қатты қамыр илеп аласыз. Осы рецепт бойынша қыздар 2 пирогтың тестісін дайын сізде. 2 пирог дайындауға болады. Ортасынан қақ бөліп 20-30 минутқа холодильникке салып қоясыздар. Холодильникке салған кезде сізге жұмыс жасау өте оңай болады. Содан соң начинкасын дайындаймыз. 4 штук жұмыртқа. Менде үй жұмыртқасы болғандықтан сары түсті болып тұр. Мұқият венчикпен араластырып аламыз. Миксер қолдансаңыз да болады. Содан соң қантымызды саламыз. Қант ерігенге дейін араластырамыз. Қантымыз мұқият еру керек. Көпіршітіп араластырып алдық. Содан соң 15-20%-дан жоғары дүкеннің қаймағын салатын боласыздар. Бір кек масса болғанға дейін осылай етіп араластырамыз. Осындай бізде масса пайда болады. Мен формаға алдын ала қамырды салып дайындап қойдым. Форманың диаметрі 26 см. Осылай етіп құямыз. Құйғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Қыздар қараңыздар, менің қолданатын қаймағым осы қаймақты қолданамын. 20%-лық қаймақ өте жақсы. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Жұмыртқаның сарысын жағасыздар. Ол әдетте біздің пирогымызға өте әдемі түс беріп тұру үшін. Содан соң қыздар пеште 180 градуста 40 минут пісіретін боласыздар. Пеш әртүрлі болғандықтан аса мән беріңіздер, күйдіріп алмаңыздар. Мінекей қараңыздар, біздің пирогымыз өте әдемі, өте нәзік пирог. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Және де менің арнама жазылып, менен жаңа видео күтіңіздер. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.